Сәлем достар, мен сіздермен бүгін керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Пирог мультиваркада дайындалады. Мультиваркамызды қыздыру үшін ішіне 60 грамм сары майымызды саламыз. Және менюден запекание режимін таңдаймыз. Енді майымыз ерігенше біз құрғақ массаларымызды араластырып аламыз. Ұнымыздың үстінен какаоны салып, оның үстінен 1,5 шай қасық сода және де 1 шай қасық тұз, шекер, қопсытқышымызды салып барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды жарып 60 мл сұйық майымызды құямыз және де 280 мл сүт қойып жақсылап тағы да араластырамыз. Бізде осындай шоколадты масса дайын болады. Енді бізде сары майымыз еріді. Сары майымызды алып шоколадты массамыздың үстіне құямыз және де оның үстінен біраз қасық уксусымызды құйып тағы да араластырамыз. Енді мультиваркамызға қайтып қойып, менюден выпечка немесе запекание режимін таңдап пісіріп алатын боламыз. Енді уақыт тоқтағаннан кейін шпажкамызды алып тексеріп қараймыз. Осылай құрғақ болса дайын болды деген сөз. Менде 35-40 минутта пісіп дайын болды. Міне мультиварканың өзінің арнайы пароваркасына алып, осылай қылып төңкеріп суытып аламыз. Міне осындай жұмсақ пирог дайын болды. Мен осылай үстінен 2 ас қасық вареный сгущенка және де 2 ас қасық қаймақты араластырып құйып шықтым. Сіздер шоколад немесе басқа да кремдерді қолдануларыңызға болады. Пирогымыз өте дәмді және осылай биік болып піседі. Дайындап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.